Міне қыздар, құрағымызды тігіп алдық. Енді шетіне қанша мата керек, соны есептеп қиып тігетін боламыз. Міне қыздар, біздің құрағымыз 35 сантиметр болды. Енді 52 сантиметрлік жастық шығару үшін бізге лентамыздың ені 21 сантиметр болу керек. Ал ұзындығы дәл осы құрақтың бойымен келетін ұзындық болу керек. Қазір міне оны сызып қиып аламыз. Құрағымыз бізде 35 сантиметр болды. Сол себепті біздің қазіргі алатын лентамыздың ұзындығы 35 сантиметр болады, ал ені 21 сантиметр болады. 21 санын мен қайдан шығардым деген сұрақ сіздерде туындап тұр. Ол үшін былай есептейсіздер. Мысалы, жастыққа біз 52 сантиметр шығаруымыз керек, өйткені 2 сантиметр жан-жағын тігу үшін керек болады. Сол себепті 52 сантиметрден біз құрағымыздың санын азайтамыз. Яғни құрағымыздың ұзындығын санын азайтамыз. Сонда 52 сантиметрден 35-ті азайтқан кезде бізде 17 сан шығады. 17 санына 4-ті қосамыз. 4 ол да дәл солай тігісіне кететін, екі жағынан кететін 2 сантиметріміз. Ленталарымыз сызып болдық. Енді осы ленталарымызды қиып аламыз. Ленталарды қиып болған соң, осылай құрағымызға қойып көріп, инемізбен қадап аламыз. Одан кейін жан-жағын шет-шетін тігіп шығамыз. Міне жастығымызға екі жағына 2 лента тігіп алдық. Енді жастығымыздың асты мен үстіне тағы да лента қосуымыз керек. Сол үшін бүкіл мына қосылған екі жақ ленталарымыздың санымен және де құрағымыздың сантиметрінің санын қосып, тағы да бір ұзын 2 лента шығарамыз.
Сонда мысалы біздің құрағымыздың ұзындығы 35 сантиметр болатын болса, оған біз 21-ді қосамыз, сонда бізде 56 шықты. 56 сантиметр шығады, бірақ оның 2 сантиметрден тігісіне кетеді, сонда негізгі 52 санымыз шығады. Яғни 56-тан 4 азайтқан кезде негізгі жастықтың ұзындығы 52 сантиметр шығады. 50 сантиметрлік жастыққа не себепті бізге 52 санын шығару керек? Өйткені бұл тек қана бір жағы, құрақ жастығымыздың бір беті, оның екінші бетімен қосқан кезде тағы да 2 сантиметріміз тігісіне кетеді. Сол себепті біз 52 шығарамыз, ал жастығымыз 50 сантиметр болады. Осылай жаңағы 2 лентамызды тіккен сияқты қалған 2 лентамызды тігеміз. Одан кейін біздің құрағымыздың екінші бетін дәл солай 4 лентамызды тігіп шығамыз. Одан кейін 2 бетін бір-біріне қосатын боламыз. Бірінші замок соғамыз, содан кейін қосатын боламыз. Міне қыздар, 2 жастығымызға да 4 лентадан тігіп шықтық. Енді замок салып, жан-жағын қосатын боламыз. Қыздар, енді замогымызды жастыққа тігетін боламыз. Еш нәрседен қорықпаңыздар, қиын еш нәрсесі жоқ. Ең алдымен бізге машинкамызға потайные лапки керек. Потайные лапки осы замокты тігуге арналған, және де замокты осымен оңай тіге аласыздар. Қазір мына потайные лапкамызда 2 домалақ тесік сияқты жерлер бар. Сол жерге мына замогымыздың бір шетін кіргіземіз. Бір шетін кіргізген кезде машинканың инесі сол замоктың шетімен тігетін болады. Яғни замогымызға тимейді. Ал егер замокқа тиетін болса, онда замок тігіліп кетеді, және де сіздің жастығыңыздың замогы ашылып жабылмай қалады. Яғни мына несі жүрмейді. Замогы жүрмейді. Міне, инемен замокты қадап алдым.
Одан кейін замоктың бір шетін лапканың бір тесігіне ақырын кіргіземін. Соны кіргізгеннен кейін автоматты түрде машинканың инесі замоктың, міне көрдіңіздер ғой қыздар. Міне мен мына сол жағындағы тесікке замоктың бір міне бұрышын кіргіздім. Сол кезде инеміз оң жағымен жүретін болады. Яғни замогымыз сол жақта тұр, инеміз оң жағымен жүреді. Сол кезде замокқа ине тимейді. Замогымыз тігіліп кетпейді. Сол себепті замогымыз ашылып жабылады. Ал егер кәдімгі лапкамен тігетін болсаңыз, онда сіздің замогыңыз тігіліп кетуі мүмкін. Ал замогыңыз тігіліп кетсе, онда замок жүрмейді, ашылып жабылмайды. Міне осылай ең басында бір рет закреп беру керек, және де соңында бір рет закреп беру керек. Замоктың басы мен аяғында. Одан кейін екінші жағын қазір қосып тігеміз. Енді құрағымыздың екінші жағын ең алдымен инемен қадап аламыз. Және де матамызды бір-біріне келтіріп аламыз бұл жерде. Екі матаны бір-біріне бетімен келтіртіп аламыз. Шет-шеті барлығы бір-біріне келіп тұру керек. Міне, көрдіңіздер ғой, мен қолмен міне мына жерде реттеп жатырмын. Қолмен реттегеннен кейін инемен осылай қадап аламыз. Инемен міндетті түрде қадап отыру керек, өйткені матамыз жылжып кетеді. Бұндай маталар жылжуға өте бейім болады. Жылжығыш маталар. Осылай қадап аламыз, және де замогымызды да матаға қадап жатырмын. Дәл осы күйде инелерді қадап алып, көріп тұрсыздар ғой, міне қадап алып, міндетті түрде осы замокты қадап алу керек. Бірнеше жерден өзіңізге қалай ыңғайлы, көбірек қадасаңыз да жақсы. Өйткені өзіңізге тігуге ыңғайлы болады. Не осы күйінше қадап аламыз. Міне замогымыздың ендігі екінші жағын бағанағы сіздерге көрсеткендегідей потайной лапкаға кіргізіп, дәл солай бірінші бас жағына закреп беріп, одан кейін замокты толықтай тігіп, соңында тағы да бір рет закреп беріп аяқтаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Барлығы бір реттен сіздерде шықпауы мүмкін, өйткені қай нәрседе де болмасын, барлығы бірнеше рет істелгеннен кейін, қол жаттыққаннан кейін істелінеді. Егер қате шығып жатса, дұрыс болмай жатса, не болмаса қисық тігіп қойып жатсаңыз, оған қапаланбаңыз. Өйткені ол бәрінде солай болады.
Міне закреп беріп аяқтаймын. Енді қазір қалған 3 жағын жай ғана қосып тігіп шығамын. Міне замогымызды жабамыз, бірақ жапқан кезде толықтай замокты жауып тастамаңыздар. Кішкене ашып қойыңыздар, өйткені қазір сіз жастығыңыздың 3 жағын тіккен кезде полный тігіп тастағаннан кейін замок ашық тұрмаса, жастығыңызды аудара алмай қаласыз. Сол себепті замогыңызды кішкене ашып қоясыз да, жан жағын жақсылап тігіп шығасыз. Міне қыздар, видеоны толықтай дұрыстап қарап отырып, осылай қайталап тіксеңіздер болады. Міне мен закреп бердім. Одан кейін осылай ауыстырған кезде, мысалы, соңына дейін тігіп келдіңіз, одан кейін матаңызды ауыстыратын болсаңыз, міндетті түрде ине төмен түсіп тұру керек. Лапканы көтеріп, матаңызды бұрып, кейін қайтадан лапканы түсіріп, осылай тігетін боласыз.
Міне шет-шеті барлығы тігілді. Егер сіздерде артық мата қалатын болса, артық матаны ақырын жібі ашылып кетпейтіндей қиып шығуға болады. Одан кейін замогымызды ашып, жастығымызды аударамыз. Аударған кезде шет-шетін барлығын дұрыстап ашып аудару керек. Қыздар, құрақ көрпешенің технологиясы тура осындай, тек қана құрақ санын көбейтесіздер. Міне осындай керемет әдемі жастық шықты. Бұл жастығымыз екі жақты. Егер сіздерге көрпеше керек болса, жаңағы айтқандай, тек қана құрақ санын көбейтесіздер. Ал қалған тігілу технологиясы барлығы дәл осындай. Енді сіздермен осы жастығымыздың ішіне салынатын жастықтың астарын тігетін боламыз. Міне, бұл кәдімгі мата. Бұл матаны егер біздің жастығымыздың саны 50 см болатын болса, жаңа айттым, қалған 2 см тігісіне кетеді деп. 50 см болатын болса, астарымызды 55 см қылып алсақ болады. 55 см қылып алып, тігіп дайындаймыз да бір жақ шетін ашып қоямыз. Сол ашық жеріне холофайберді саламыз. Міне мына жерге холофайберді толтырып саламыз. Менде 50 сантиметрлік жастыққа тура 1 килограмм холофайбер кетті. Міне осылай барлығын салып, 1 килограммымызды толтырып, салып дайындаймыз да жаңағы бір шетін жай ғана машинкамен тігіп шығамыз. Міне тігіп шықтық. Енді осы тігісін бірінші кіргізіп жібереміз жастыққа. Жастығыңызды замокпен ашқан кезде тігіс көрінбей тұрған абзал. Міне осылай тігісін бірінші кіргізіп жібереміз. Солай ішіндегі жастықты дұрыстап шет-шетіне жеткізіп, жастығымыз әдемі болып көрінетіндей дұрыстап кіргіземіз. Қыздар, бізде екі жақты өте әдемі құрақ жастық шықты. Дәл осы технологиямен сіздер құрақ көрпеше тіксеңіздер болады, тек құрақ санын көбейтесіздер. Сіздермен бірге болған Нұрзат Серікқызы. Видео сіздерге аманат таратуға рұқсат жоқ, авторлық құқық қорғалған.